Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы шеңберінде еліміз жаңа тарихи кезеңге қадам басты. Бұған өңірде атқарылып жатқан ауқымды істер бірден бір дәлел. Мәселен, Көкшетау қаласының тарихи мұражайында бірталай тың жобалар қолға алынған. Қазір рухани жаңғыру аясында көптеген сабақтар, тарихи сабақтар, дәстүрлі сабақтар, дәстүрімізді насихаттайтын сабақтар, лекциялар, интерактивті сабақтар мектептер бойынша өткізіліп жатыр. Дәстүрім асыл қазынам атты бізде бағдарлама бар. Соның ішінде осы лекциялар жиынтығы бізде жұмыс жасайды. Сол лекциялар жиынтығымен біз жаңа ұмытылып бара жатқан дәстүрлерімізді насихаттау үшін, балаларды соған тәрбиелеу үшін, соларды білу үшін осындай интерактивті көптеген сабақтар ұйымдастырып жатырмыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы жалпы ұлттық жобаға айналуы керек. Саяси реформа мен экономикалық жаңғыру мақсатына жету үшін санамыз ісімізден оза жүріп, үнемі жаңғырып жүру керек. Мұндай пікірді Бурабай ауданының ардагерлері жеткізді. Елбасының мақаласында өте уақытты қолданылған мақала. Бұған біздің аудан, Бурабай ауданының барлық зейнеткерлері, ауданда 12,5 мың зейнеткер бар. Ат салысып, аз уақыттың ішінде қолдарынан келгенше жастарға тәрбие беру жағынан, халыққа түсіндіру жағынан көп жұмыстар істеліп жатыр. Бұл біздің түсінігіміз бойынша нағыз керекті дерек. Рухани кемел ел Қазақстан болашағы. Тарихтан тағылым алып, ұлылардың ұлы істерін үлгі тұту, өскелең ұрпақ үшін өлшеусіз өнеге. Рухани жаңғырудың бір тетігі осы болмақ. Бауса Жақсыбай, Арман Балбергенов, Көкше ақпарат.